Барлықтарыңа сәлем. Ана орыстарға түсіндіріш дегеніңіз енді онша емес болды. Біріншіден біз бәріміз адамбыз. Ұлтқа, дінге, тілге, жынысқа қарамастан біз бәріміз адамбыз. Екіншіден мен біреуге барып түсіндіріп жатсам, изучай казахский язык, знай казахский язык деп жатсам, бір нәрсе өзгереді деп ойлайсыз ба? Әр адам өз таңдауын өзі жасайды. Білгісі келген адам ол үшін бәрін жасайды. Талпынады, оқиды, жаттайды. Менің ойымша, мен көп адам білем бойжеткен басқа ұлттың өкілдерін жаттағысы, білгісі келетін адамдарды. Олар мысалы қайда неден бастайтынын да білмейді. Мен ойымша, қазақ тілін оқуды кішкене қолжетімді ету керек. Мен курстар жағынан айтып жатырмын. Мен өзім үшін білем тілдерді, өзім үшін. Біреу үшін емес, біреуге подхалим болу үшін емес, өзім үшін білем. Өйткені мен далаға шыққан кезде, бір жаққа кірген кезде, сіздер не деп сөйлеп жатқандарыңыздың бәрін түсінем. Бәрін біліп отырам. Теледидарда не айтып жатқанын түсініп отырам. Қазақша әзілдер айтып жатқанда мен түсініп отырам. Ол жаман ба? Маған жақсы.